Bismillah. Bismillah. Отырыңдар. Мін. Эй, не поместимся здесь? Поместишься, отыр на жерге. Ары отыр. На жерге отыр. Отыр, поместишься, отыр. Болды. Жабыңдар. Жап. Жаңағы такси оңбаған екен я, Әйгерім. Вообще алмай кетсе бола ма бала шағамен? Жаным, сен інім жақсы екенсің, бір керемет екенсің. Кеттік жүр. Вообще түсінем ол менде бала шағам бар. Дегенде ғой. Бірақ сіздің бала шағам өте көп екен әпше, я? Ей, ұрыспаңдар. Ей, ұрыспаңдар. Әпше бұл... Ой, ұрыспаңдар, қой ұрыспаңдар. Ай, енді бала... Ей, тынышталыңдар. Әпше, негізі бар ғой ше, әпше ше. Сіз екі такси шақырасау негіз ше. Екі такси шақыр... Ей, болды, қой, болды. Ей, екі такси шақырғанда 10 мың теңге алады, 20 минуттық жерге екі такси шақырсам. Қазір 5 мыңнан 10 мың алайын деп тұр ғой. Ей, нас сияды ғой балдар кішкентай, жетіп қаламыз, жүре бер. Дұрыс қой әпше, жүріп апарып тастаймын мен сіздерді, просто түсініңіз да менді. Милицияста болса тағы балдар маяқта салон толып отыр да, ол тағы штраф салады. Ай, ол бала шаға деген кішкентай не комфорт керек? Мені 12-сі нормально отыр артта. Жап-жақсы отыр, ешқандай бір-біріне мешать етпей. Құрметті пассажирлер, біз бала шағаларымызды алғымыз келмейді емес, алғымыз келеді. Біз де жолда кетіп баратқан кезде, милиция қызметкерлері көрген кезде бізге штраф салады. Салонда 3 адамнан артық алуға болмайды. Және бала шағаңыздың қауіпсіздігі бізден бұрын өздеріңізге керек. Ал таксистер, мен сіздерге айтарым, барынша балалы әйелдерге қолдау білдірейік, сабырлы болайық, мүмкіндігінше алып кетейік. Және арба таксопаркына тіркелейік. Себебі ол жақта ай сайын бәйге ойнатылады. Бәйгеде 1 миллион теңге ақшалай сыйлықтар, еще бытовой техникалар ойнатылады. 35 купон жинасаң, 20 литр бензин гарантия береді. Техподдержка 24/7, QR оплата бар. Ақша шешіп алған еш проблема жоқ. Комиссия 1,5%. Мына Сабин айтып жүрген таксопарк. Арба таксопаркына тіркеліп алсаңыздар. Келдік,